Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Әйелдердің белі неге ауырады? 10 түрлі себеп. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Әйелдің ағзасы еркектерден өзгеше болатыны белгілі. Сол сияқты, әйелдердің бел ауруы да ағзалық ерекшеліктерге қарай әртүрлі болуы мүмкін. Белдің ауруын тек омыртқа немесе сегіз көз әрі кеткен гинекологиялық себептермен ғана байланыстырсаңыз, қателесуіңіз мүмкін. Адам бойындағы белге жақындамайтын басқа да аурулар бел ауруын тудыратын дәрігерлер жиі айтады. Алдымен аурудың мінездемесіне тоқталып өткеніміз дұрыс. Дәрігерлер неге, қалай ауырады, қай кезде ауырады деп тәптіштеп сұрайтын алдына барғанда, оны да маңызы бар. Себебі аурудың түрі көп. Соған қарай дәл диагноз қоюға болады. Біріншісі, кіші жамбас, сегіз көз бен құйымшақтың аши ауруы. Екінші, созыла ұзақ ауруы. Арқа мен белді құрсаулап қойғандай немесе ауырған үстіне ауыра түсу. Осылай әртүрлі кейіпте ауру белгісін сезіну арқылы оның басқа қандай мүшелердің дертімен байланысты екендігін хабар береді. Белдің ауруы ағзадағы дертке байланысты. Әйелдердің басым көпшілігінде бел сегіз көзден жоғары арқаға қарай ауырады. Бұл тәжірибе жүзінде көрсеткен мәлімет. Әсіресе мына төмендегі аурулардың әсері белге беріледі. Біріншісі, ағзаға артық салмақ түсу. Арқаны белмен қоса ашты әрі бұрай ауыртатын болса, әсіресе ауыр затты көтергенде немесе ұзақ уақыт отырып жұмыс істегенде белді жаза алмай қалсаңыз, бұл ағзаға артық салмақтың түсуінен, яғни ағза күткеннен артық күш түсудің салдарынан ауру белге беріледі. Мұндай жағдайда жақсы массаж қабылдаса тез көмектеседі. Екінші, салқын тию. Суықтау деген сөз бізде кеңден қолданылады. Бірақ суықтаудың да суықтауы бар. Енді мұнаға назар аударайық. Әйелдерде бел ауруы көбінесе жазда жиі байқалады. Мұның себебі аз ғана самалдың өзі терлеп тұрған денедегі қан тамырлардың тарылуына әкеп соғады. Нәтижесінде миоспазм бұлшық еттің бірден жиырылып, арқаның тырысуы мен ауруы пайда болады. Бұл жағдай бара-бара қабынуға, оның соңы созылмалы ауруға ұласуы мүмкін. Немесе етек-кір циклінің өзгеруі сияқты жатады. Бесінші, жүктіліктің үшінші кезеңінде бел ауыра бастайтыны бала босанған көптеген әйелдерге таныс жағдай. Оны дәрігерлер құрсақтағы баланың салмағы өскен сайын кіші жамбастағы мүшелерге қысым түсіретіндігімен түсіндіреді. Ал жүктіліктің ерте кезеңінен бастап бел ауырса, оның себебі неде? Егер жүкті әйелде жеріктік басым болып, сонымен қатар белі де қоса ауырса, демек құрсақтағы баланың дұрыс жетілмей жатқандығы. Бұл жүктілікті мерзімнен бұрын тоқтату қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін. Алтыншы, етек-кір циклінің басталар кезі мен уақытында омыртқаның төменгі жағы ауырып, жайсыздықтар сезілсе, демек эндометриоз әсерінен. Ауру белгісі әдетте созылмалы болады. Әйелдер жамбас сүйегін біреу сындырып жатқандай әсер алады. Мұны тек етек-кір әсерінен деп жылы жауып қоя салмай, ертерек дәрігерге көрініп емделуіміз қажет. Жетінші, омыртқа аурулары. Әйелдің қимыл-тірек жүйесі де уақыт өткен сайын патологиялық өзгерістерге ұшырайды. Егер бел тым қатты ауырса, оның себебі омыртқаның төменгі бөлігіндегі остеохондроз немесе омыртқа жарығы болуы мүмкін. Олардың белгілері бейне бір тоқ соққандай сезілетін соққымен берілетін ащы ауру. Мұндай ауру аяққа, төменгі жағына және құйымшаққа да беріледі. Кейде науқасқа жүру қиын, өзін бейне бір құрсаулап тастағандай сезінеді. Сегізінші, остеопороз. Сүйектің тым әлсіздігі, яғни сынғыштығы әйелдерде әдетте менопауза кезінде байқалады. Артық күш түскенде омыртқа сүйектері жарылып, сынуы немесе пішінін өзгерте бастауы мүмкін. Мұндай өзгерістің қай-қайсысы болмасын, бел мен арқа тұрақты түрде ауыратын болады. Аяқтағы сезу нүктелері де қызметін жаңыла бастайды. Ерекше жағдайда әйел өз бетінше қозғалудан қала бастайды. Тоғызыншы, сүйектегі ісік немесе метастаз.
Әйелдерде кездесетін сегіз көздің төменгі жағына берілетін ауру қимылды өзгерткенде ауру тоқтап қалмайды немесе етеккір секілді қатысы жоқ. Сүйектегі онкологиялық ауруға байланысты болуы мүмкін. Сол сияқты кіші жамбаста орналасқан мүшелердің метастазы болуы да ықтимал. Әдетте оның белгісі күш-қуаттың әлсіреуі, бас айналу немесе құсу сияқты болады. 10. Жарақат алу. Егер әйелдің белі ауру, құлау немесе ауыр жарақаттаулардан жасау немесе басқа да жарақаттардан соң басталса, оның себебі бұлшықеттердің микро жарақаттар немесе омыртқадағы жұмсақ ұлпалардың жарақат алуынан пайда болуы мүмкін. Әдетте жарақат алған жер ісініп немесе қызарып белгі береді. Ондай жарақаттарды дәрігерсіз өзінше емдеуге болмайды. Менің берген ақпаратым сізге жарады деген үміттемін.